Бүгінгі сабақта Лука жасанды интеллекті туралы айтатын боламыз. Лука AI деп Google іздеуге жазамыз. Ең алғаш шыққан luka.com сайтына кіреміз. Бұл жерге тіркелеміз. Оң жақ батырмасын басамыз. Google аккаунт арқылы тіркелсек болады. Өзімнің аккаунтымды таңдаймын. Продолжить батырмасын басамыз. Бұл жерде бағытымды таңда деп тұр. Академия бағытын деп көрейік. Төменгі жағын қарадым. Teacher деген бағыттар, олар жоқ. Енді бұл жерде бізге мысалдар көрсетілген. Қалай жасау керектігі туралы. Енді company name дегенге біз бұл жерге курсты жазайық. Курс сөзін жазайық. Жаңағы біз жасап жатқан электронды оқулықтағы курсқа арналған логотип жасап көреміз. Add a slogan дегенге жасанды интеллектке қатысты бір слоган ойластырып көрейік. Қазақша жазған кезде бізде мәліметті қабылдамады. Сол себепті жасанды интеллект ол ақылды болашақтың бастамасы деген сияқты сөзді көрейік. Бірақ бұл бізде өте ұзақ сөз деп қабылдамай тұр. Artificial intelligence деген сөзді ғана қабылдап тұр. Осыдан мүмкін AI деп қысқартып жазып көреміз. Жасанды интеллект бұл болашақ деген сияқты слоганды алып көрейік. Education, teacher, learning, сонымен қатар school деген бағыттар біздің жаңағы логотипімізге сәйкес келеді деген ойдамын. Біздің ұсынған атауымызға, слоганға және байланысты бізде қазір мына жерде әртүрлі логотиптердің түрлерін шығарып береді. Өзімізге ұнағанына төмен түсе берсек, көптеген түрлері шыға береді. Мынаны таңдап, өзімізге ұнаған болса жүректі басып қоямыз. Келесі ары қарай көрейік. Қалай тағы да өзгерістер енгізуге болатынын. Бұл бізде Лука платформасының жұмыс істеу аймағы, яғни бастапқы интерфейсі. Лука сайтындағы интерфейсін айтатын болсақ, сол жақ бөлігінде бізде мәзір көрсетілген превью батырмасы алдын ала қарау дегенді білдіреді. Бұл дегеніміз логотипіміздің дайын түрін алдын ала көруге мүмкіндік береді. Яғни логотиптің әртүрлі ортада, мысалы визиткада, сайтта қалай көрінетінін осы жерден қарап тексеруге болады. Егер де бізге орналасқаны ұнамаса, мына жазу ұнамаса, болмаса, осының барлығын осы жерден өзгертуге болады. Міне мынандай жазуға өзгертуге болады. Келесі, бұл батырма ұсыну батырмасы. Бұны басқан кезде бізде платформа автоматты түрде логотип үлгілерін немесе элементтерін ұсынады. Міне көріп тұрғандарыңыздай сол жақ бөлікте міне әртүрлі басқа да форматтарды ұсынды. Мысалы, мен қазір қарап отырсам, көк түсті логотип ұнады. Осыны таңдап алайық. Бұл бізге идея табуға көмектесетін бөлім. Біз таңдаған стильге немесе салаға байланысты ұсыныстарды көрсетеді. Мына жерде стилін таңдасақ болады, түсін таңдасақ болады. Келесі layout батырмасы, бұл орналасу немесе құрылым. Яғни сөздің, оның ішінде логотиптегі суреттің қалай орналасуын, орналасу тәртібін өзгертуге мүмкіндіктер осы жерде жасалады. Мысалы, белгі жоғарыда, атау төменде немесе керісінше етіп қою деген сияқты. Міне, бізде мысалы қазір бірінші белгі курс сөзі ортасында, ал оның астында AI is the future деген сөз тұр. Осының орналасу ретін өзгертіп береді. Міне, әртүрлі формада өзінің неше түрлі идеяларын ұсынады. Палетка батырмасы, бұл дегеніміз түстердің палитрасы. Бізде маған қазір көк түс ұнап тұр. Егер де бұл түс ұнамайды деген жағдайда, онда міне сол жақ бөлігінде әртүрлі формадағы түстер ұсынылады. Келесі, more ideas, тағы да идеялар деген. Жаңағы менің белгілеген артықшылықтарыма қарап, басқа да идеяларды ұсынады. Міне. Келесі background. Бұл фон. Логотип артындағы түсті немесе бейнені өзгертуге мүмкіндік береді. Мысалы, бізде қазір көгілдір түс болса, оны сұр түске, болмаса қатты көк түске өзгертуге осы background бөлімінен өзгерте аламыз. Келесі батырма бізде ол name, атау. Бұл жерде біз логотипке жазылатын компания, бренд немесе жоба атауын енгіземіз. Бізде курс деп жазылып тұр, міне жоғарғы бөлігінде, және де түсі таңдалған жазудың. Осы жерден жазудың түсін, көлемін, оның орналасу ретін бәрін өзгерте аламыз.
Келесі слоган. Бізде AI is the future деген слоган таңдалған болатын бастапқыда. Осы компанияның немесе жобаның қысқа сипаттамасы немесе ұраны ретінде көрсетіледі. Бұны егер қаласақ бос қалдыруға болады. Бірақ бос болғаннан көрі жазу жазылып, слоган көрсетіліп тұрған әлдеқайда әдемірек болады. Келесі символ дегеніміз бұл белгілер. Логотипте қолданылатын белгі немесе иконка. Бізде міне кітаптың үстінде мантия тұр, бұл бізде символ болып саналады. Егер де бұл символ сіздерге ұнамаса, онда мына жерден басқа да символ түрлерін енгізуге болады, өзгертуге мүмкіндіктер берілген. Келесі контейнер батырмасы. Бұл дегеніміз логотип элементтерін, мысалы атау мен белгіні қоршап тұратын рамка немесе форма. Міне мынау ақ сары түсті қоршалып тұрған бөлік бізде контейнер деп аталады. Оның формасы дөңгелек немесе шаршы тәрізді болуы да мүмкін. Мысалы, оның фонын біз прозрачный етіп өзгертсек те болады. Міне сол жақ бөлімінде көрсетілген, немесе мынандай ретінде өзіміздің қалауымызға байланысты әртүрлі өзгерістерді енгізе аламыз. History батырмасын басқан кезде тарих. Осы уақытқа дейін біз басында жасаған логотипті қанша рет және қалай өзгерткеніміз жайлы осы history бөлімінен көре аламыз. Міне басында былай болды, одан жазу өзгертілді, одан кейін толығымен өзгертілді, одан кейін жаңағы формалар өзгертілді. Логос деген бұл жерде менің жасаған логотиптерім сақталып тұрады. Егер осы дайындалған логотип бізге ұнаса, оны ары қарай сақтау процесі жүзеге асырылады. Егер де бұған өзгертулер енгізетін болсақ, мысалы, қазір біз жаңағы бастапқы түріне ауысатын болсақ, мына батырманы басамыз. Егер соңғы түрінде нәтижесінде қалатын болсақ, қайтадан артқа жүргізе саламыз. Енді share немесе download батырмасын басамыз сақтау үшін. Бұл жерде share'ді басайық. Сілтемесін алуға болады, болмаса почтаға, фейсбукқа, SMS арқылы жіберуге болады. Оң жақ бөлігінде 3 сызықты басатын болсақ, логотиптер, сақталған логотиптердің генераторы және де жаңадан қайтадан логотип құру процесі жүзеге асырылады. Енді логотипті сақтау бөліміне өтейік. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, біз дайын логотипті тек сатып ала аламыз. Мынаны басқан кезде бізде ақылы план, жоспарлар көрсетіледі. Бұл жоспарларды атап тоқталып өтейік. Ең біріншісі сол Basic Logo Package. $20 төленеді. Бір реттік төлем бұл. Одан кейін бұның ішінде тек бір ғана логотип файлы жасалады, бірақ сапасы өте төмен болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай. Бұл деген тек бір рет қолдану үшін логотип керек болған жағдайда презентацияға немесе жеке жобаларға осы арзан нұсқасы жарайды. Екіншісі Premium Logo Package. Бұл жетілдірілген логотип пакеті. Бағасы $65, бір реттік төлем. Бұл жерде бірнеше жоғары сапалы логотип файлдарын жасауға болады. Оларды PNG, SVG, PDF форматта сақтауға болады. Шексіз өзгерістер жасауға мүмкіндік берілген. Үшіншіден техникалық көмек көрсетіледі. Төртіншіден логотип тек қана сізге тиесілі болады, яғни сіздің авторлық құқығыңыз болады өзіңіз жасаған логотипке. Бұл ең танымалы жоспарлардың бірі болып саналады. Егер де біз логотиптерді әртүрлі жерде веб-сайттарға, визиткаларға, болмаса киімдерге қолданғымыз келсе, онда бұл біз үшін тиімді жоспар болып есептеледі. Үшінші түрі ол Brand Kit Subscription. Бұл дегеніміз $96 төленеді бір жылға. Бұрын $192 болған, қазір 50%-бен $96 құрайды. Бұлардың ерекшелігі $3000 асатын қосымша ұсыныстар, барлық премиум пакеттегі мүмкіндіктерді қолдануға мүмкіндік берілген. 3000-нан астам қосымша ұсыныстары бар, визиткалар, email қолтаңбалары, әлеуметтік желі профильдері, әлеуметтік желіге арналған мұқабалар, ресми хат бланкілерін жасауға мүмкіндіктер берілген. Бұл дегеніміз, егер де біз жеке кәсіп бастаған болсақ, немесе бастағалы жатсақ, барлық бренд материалдарын бір жерден жасауға арналған тиімді жоспар деп санасақ болады. Келесі түрі Brand Kit Web Subscription деп аталады. Бренд плюс веб-сайт жазылымы. Бұл жерде бір жылға бағасы $129, 40% жеңілдікпен құраған кезде. Бұлардың артықшылығы барлық мүмкіндіктерді қамтиды. Яғни, үшінші түрінде аталған
мүмкіндіктердің барлығы осы төртінші түрінде көрсетілген. Одан кейін веб-сайт жасауда өте жиі қолданылады. Бұл ақылы формасы логотиппен қоса біз кәсібімізге арналған веб-сайт жасау үшін қолдана аламыз. Бәрінен де егер де бір рет қана қолдану керек болса, белгілі бір тапсырмаға байланысты, презентацияға байланысты жұмыс істеу керек болса, менің ойымша $20 төлеп тек бір мүмкіндік қолдану тиімді деп ойламын. Егер де алдағы уақытта бұл бағдарламаны қолданбайтын болсаңыз. Бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, Лука ол дегеніміз шағын бизнеске, стартаптарға немесе жеке кәсіпкерлерге арналған таптырмас құрал деп атағым келеді. Артықшылығы ол жаңадан бастаушыларға өте ыңғайлы интерфейс. Одан кейін нәтиже бірден пайда болады. Яғни бірнеше минуттардың ішінде біз өзіміздің ойымыздағыдай логотип жасай аламыз. Дизайнерлердің жалдаудың қажеті жоқ. Сол жағынан өте тиімді. Кемшілігі, әрине, ол бірінші кемшілігі ол ақылы форматта жүзеге асырылады. Тегін формасы жоқ. Толық бірегей дизайн емес, көбінде ұқсас стильдер болуы мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай, міне, түсі өзгереді, фон өзгереді, болмаса жазудың түсі өзгереді деген сияқты. Жоғарғы креативтілік пен жеке дизайн қажет болса, көбінде жаңағы ақылы формадағы өте қымбат деңгейдегі ақылы формаларын сатып алу керек болады. Жалпы алғанда, алдағы уақытта, тез уақытта логотип керек болса, мысалы сіз бизнес бастаған болатын болсаңыз, сол бизнесіңізге логотип керек болатын болса, осы Лука деп аталатын платформаны қолдануды ұсынамын.